Ассалаумағалейкум, құрметті Шырайлы Шыңғырлау ауданының тұрғындары. Бүгін мінекей Алланың қалауымен осы өңірге келдік. Талай батырлар мен майталман би шешен жыраулардың өткен жері ғой. Бұл жер тарихи жер. Сондықтан осы қасиетті жерге келгеніме қуаныштымын. Бұл менің енді Орал өңіріне, жалпы осы Ақжайық өңіріне үшінші мәрте келуім, оның ішіне Шыңғырлауға бірінші рет келіп тұрмын. Осы кездесуді ұйымдастырған азаматтарға, аудан әкімі Мұрат Амангелдіұлына, Санат бауырымызға барлығына алғысымды білдіремін. Осында жаңағы екі кездесу өтті. Бірінші жастар келді, әскери мамандар, ауыл тұрғындары, мектеп оқушылары, одан кейін міне қазір ұстаздармен кездесу өтті. Халықтың ықыласына рахмет. Әжем марқұм айтып отыратын, халықтан айналайын деп. Сондықтан халықтан айналайын, халық аман болсын. Халықтың ішінде небір қазына да бар, халықтың ішінде небір даналар да бар. Сол даналарды, қазыналарды, қалқып алып даналарды шығару, ол ұстаздардың, азаматтардың міндеті. Сондықтан қазақ еліне тек қана береке болсын, ешқандай қиындық болмасын, осы тәуелсіздігімізді қорғайтын жастарымыз көп болсын. Сол жастар тәрбиелейтін азаматтар көп болсын деген келеді. Тағы да Шыңғырлау елді мекеніне жақсылық тілеймін. Осы елден үлкен қауымдар, ғұламалар, батырлар шыға берсін. Алла разы болсын.